Сәлеметсіздер ме оқушылар, қазақ тілі сабағы басталды. Жаңа тақырып табиғи ресурстар. Оқу мақсаты публицистикалық және ғылыми стиль ерекшеліктерін қолданылған тілді құралдар арқылы тану, сөйлем ішінде бірыңғай мүшелер және айқындауыш мүшелерді қолдана білу. Бірінші тапсырма: сызбаны пайдалана отырып табиғи ресурстардың түрлеріне орай шағын әңгіме құрастырып жазыңыздар. Енді грамматикалық тақырыбымызға қарай ауыссақ, сөйлемнің бірыңғай мүшелері, олардың ішінде бірыңғай толықтауыштар, анықтауыштар, пысықтауыштар. Жалпы бірыңғай толықтауыштар дегеніміз не? Мысал келтірсек, тау мен тасты су бұзар. Сұрақ қояйық: нені су бұзар? Тау мен тасты. Мұндағы зат есімдер табыс септігінде келіп, сөйлемде бірыңғай толықтауыш болады. Келесі бірыңғай анықтауыш. Дала қызыл, сары, жасыл түстермен құлпырып тұр. Сұрақ қояйық: қандай түстермен құлпырып тұр? Қызыл, сары, жасыл. Мұндағы үш сын есім бір сұраққа жауап беріп, сөйлемде бірыңғай анықтауыштың қызметінде жасалып тұр. Келесі бірыңғай пысықтауыштар. Ол хатты асықпай баппен жақсылап тағы бір оқып шықты. Бірыңғай пысықтауышты анықтау үшін сұрақ қояйық: хатты қалай оқып шықты? Асықпай, баппен, жақсылап. Екінші тапсырма: бірыңғай толықтауыш, анықтауыш, пысықтауыштарды пайдалана отырып досыңыздың портретін жасаңыздар. Достарыңызбен өткізген бір күніңізді шағын мәтінге айналдырып жазыңыздар.